Ассаламу алейкум. Бүгін өзіме қатты ұнайтын, басқа рецептке алмастырмайтын керемет рецептпен мінсіз панкейктер жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Ағына шым-шым тұз қосып, миксермен масса 2 есеге ұлғайғанша, үлпілдек масса болғанша араластырамыз. Содан соң сол венчикпен сарысын соғамыз, қант қосып, ағарғанша араластырамыз. Сұйық май және жылы сүт қосып, бір араластырамыз. Содан соң електен өткізілген ұнды қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Енді бізге силиконды лопатка керек. Соғылған ақуызды қосып, массаны басып алмай, астан үстіге қарай араластырамыз. Қамырымыз дайын. Табамызды әбден қыздырамыз, май құймаймыз. Құрғақ табада 2 жағын қызартып, пісіріп аламыз. Егер қатты қыздырып жатса, баяулатамыз, орташа отта пісіріп аламыз. Ортасына шоколад салсаңыздар, осында шоколадный капля дәл ортасына салып, үстіне кішкене қамыр құямыз да, 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Үстіне шоколад, мед құйсаңыздар болады. Өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Балжан Канафина. Лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.